жүруге дайынсыздар ма? Мен жолда келе жатқанда маған көптеген нелер кездесті. Қалай ойлайсыздар? Мен қайда бара жатырмын? Мен мектептен шығып балалар келе жатырмын, бірақ сіздерге мен қайда баратынымды айтпаймын, себебі бұл құпия. Сіздер менімен баруға дайынсыздар ма? Жақсы балалар, мен келе жатырмын. Бағдаршамның қай тұсы жанды маған? Мен не істеуім керек? Тоқтауым керек, я? Дұрыс айтасыздар, қызыл жанғанда тоқтаймыз, я? Олай болса балалар, біз қалаған жерімізге бару үшін біз міндетті түрде берілген жол белгілерін қатесіз өтіп, тапсырмалар орындауға дайынсыздар ма? Сіздер менен қазір тақтада не көріп тұрсыздар? Аялдамалар. Мынау не нәрсе балалар? Автобус, я? Осы бәріміз осы автобус көлікке отырып барамыз ба қалаған жерге? Дайынсыздар ғой? Олай болса балалар, қазір сіз осы автобуспен бірінші аялдамаға барамыз, я? Ал енді балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай? Жол ережелері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай екен? Болжам. Көрейікші кәнеки, біздің тақырыбымыз қандай деп ойлайсыздар? Автобус. Жол белгілері. Автобус, я балалар. Жол белгілерінің түрлері өте 7 түрі бар екен, я жол белгілерінің. Міне көріп отырғандай, ескерту белгі, басымдылық белгілері, тыйым салатын белгілер, нұсқау белгілері, қызмет көрсету белгілері, ақпарат көрсеткіш белгілері, міндеттеу белгілері. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлік және жол белгілері. Осы көлік арқылы біз әртүрлі аялдамаларға барып, жол белгілерін қатесіз орындап, тапсырмалар орындауға дайынсыздар ма? Олай болса кеттік. Қазір біз балалар бірінші тапсырма бізде, бірінші аялдама, біздің көлігіміз, барлығымыз көлікке отырдық, елестетейікші. Отырдық, бірінші аялдамаға біз келдік. Бірінші аялдаманың тапсырмасы балалар бізде оқылым тапсырмасы, топтық жұмыс жасаймыз. Дайынсыздар ма? Білетін боламыз.
бірге тексеріп көрейік. Бірінші топ дұрыс орындады ма? Жарайсыздар, отырыңыздар. Келесі екінші топты. 1930 жылы ақш-та Юта штатының тұрғыны мистер Вайлд электрмен жанатын қызыл және жасыл түсті екі дөңгелек шамға бағдаршам ойлап тапты. Бұл бұрыс. Екіншісі, 1918 жылдан бастап үш түрлі түс қолданыла басталды. Бұл дұрыс. Алматыдағы алғашқы бағдаршам 1938 жылы Панфилов және Гогол көшелерінің қиылысына орнатылған. Бұл дұрыс. Қанекей оқушылар, барлығымыз бірге тексеріп көрейік, иә? 1933 жылы емес, демек 1912 жылы Америка құрама штатта Юта штатының тұрғыны Лестер Вайлд электрмен жанатын қызыл және жасыл түсті екі дөңгелек шамы бар бағдаршам ойлап тапты. Келесі топтағы белгілер ескертеді. Дөңгелектегілер команда береді. Түпкіштағылар ақпараттандырады. Бұл дұрыс. Қызыл түс тыйым. Салға дегенді білдіреді. Мысалы сағатына 100 км дейін артық жүруге болмайды. Бұл дұрыс. Алматыдағы алғашқы бағдаршам 1938 жылы Панфилов және Гогол көшелерінің қиылысына орнатылған. Дұрыс орындады ма балалар? Жарайсыздар, өте жақсы. Келесі біздің қалған соңғы тобымыз 4-ші топ. Бірде 3 миллиард автомобиль бар. Әлемде жол белгілерін пайдалану мүмкін емес. Бұл дұрыс. Машиналардың барлығы өздігінен басқарылады. Болғанда белгілі деген мұқтаждық бәрі бірден жойылмас еді. Бұл дұрыс. Дұрыс-бұрыстығымызды бірге тексеріп көрейік. Дұрыс орындады, иә? Жарайсыздар. Келесі бірінші аялдамадан біз сәтті өттік, иә? Келесі біз қайда жүреміз? Екінші аялдаманың тапсырмасын орындаймыз, иә балалар? Кәнекей, екінші аялдаманың тапсырмасы не істейміз? Жұптық жұмыс. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасыздар. Алдарыңызда мәтін бар, иә? Қандай сұрақтар құрастыра аласыздар? Қайда орнатылды? Жауабы? 1868 жылы 10 желтоқсан Лондондағы парламент ғылымдарының ғимаратының алдында орнатылды. Теңестірдік. Жақсы, өте жақсы. Келесі топ тез-тез. Қанаты көлбе көтерілген 45 градусқа салбырап тұрғаны нені білдіреді? Жауабы қайсы? Теңестіреміз. Қызыл түсті Апарыңыз. білдіреді. Апарыңыз. Өте жақсы. Келесі қазір. Сұрақты оқыңыз. Бағдаршамның қызыл түсі қандай мағына береді? Жауабы. Сіздің жауабыңыз? Қайсы дұрыс деп ойлайсыз? Қызыл түсі қандай мағына береді дейді, иә балалар? Кішкене ойланасыз ба? Жақсы, дін ислам келіңіз. Сіз білесіз ба жауабын? Сұрақтың жауабын. Бағдаршамның қызыл түсі қандай мағына береді балалар?
Ахмет айтып беріңіз. Қай жылдан бастап бағдаршамның 3 түрлі түсі қолданыла бастады? Қай жылдан бастап? 2012. Сәйкестендіріңіз. Жақсы. Және ең соңғы сұрақ кім жауап береді? Арзу келіңіз. Қызыл және жасыл түсті 2 дөңгелек шамы бар. Бағдаршамды кім ойлап тапты? Дұрыс емес. Қайсы жауап деп ойлайсыз? Сон ажыратасыз, ортасын басасыз. Сол деп ойлайсыз. Жақсы. Бұл не? Ажыратыңыз. Қай жылдан бастап бағдаршам 3 түр түсіп қолданыла бастады? Кәне. Болды ма? Нақты жауаптарыңыз осы ма? Кәнеки. Енді қазір тексеріп көрейік па? Дұрыс жауапты бәріміз бірге тексереміз. Жарайсыздар. Өте дұрыс, өте жақсы. Сіздің екінші аялдамадан да балалар сәтті өттіңіз. Жеке жұмыс. Ал жеке жұмыста бізде не істейміз? Бұл жеке жұмыста біз мәтіннен санмен берген ақпаратты табамыз және санмен берген сөзді емленің ережесіне сай не істейміз? Жазамыз дәптерге. Бұнда дәптермен жұмыс. Сан есім реттік және жинақтық болып екіге бөлінеді. Реттік сан есім есептік сан есімдерге ыншы жинақтар жалғану арқылы жасалады да, белгілі бір заттар мен құбылыстардың сандық ретін білдіру үшін қолданылады екен. Тауып емле ережесіне сай жазыңыздар. Бірінші топ. Екінші қаңтарда дегенде сіздер міндетті түрде қалай жазасыздар? Сызықша арқылы жазылады. Енді балалар біз бірінші және екінші, үшінші аялдамадан біз сәтті өттік, барлығымыз. Олай болса, қазір көрейік біз. Бүгін менің туған күнім, ой пәләй, мына жұрттар неғып отыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзіма, тәңірімнен бір жарықпай қойғанай. Кәнеки, қандай ақын жырлайды? Мұқағали. Бүгін оның туған күні екен, ол бізде ақын, жазушы, Мұқағали ақын екен. Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90
Ғаббали Мақатаевтың мұражайы Алматы қаласында орналасқан екен, иә? Міне балалар, бүгін сіздер мәтін мазмұнын түсіндіңіздер, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырдыңыздар, санесінің түрлерін білдіңіздер, реттік жинақтық туралы білдіңіздер, мәтіннен реттік санесінді тауып, еңбек ережесіне сай жаздыңыздар. Бекіту мақсатында актімен жұмыс жасаймыз, learning тақтасымен жұмыс жасаймыз қазір. Барлықтарыңызға мен ссылка жібердім, ашып қараңыздар. Learning тақтасы, я? Барлықтарыңыз ссылканы бастыңыздар ма? Енді сіздерде берілген, я? Не істейміз бұнда? Тапсырмаларды орында. Телефондарыңызды ашасыздар. Ссылка жібердім. Соның үстен басасыздар. Бастыңыздар ма? Сіздерде? Ештеме жоқ. Шығамыз. Қайтадан. Тағы ненің үстін басасыз? Қалаған. Шәйнекке су құясыздар. Шәйнекке су құясыздар. Қызыл нүктесі басқан кезде не шығады? Қандай жол белгісі шығады? Жол жұмыстары. Келесі. Теледидарды бассаңыз. О теледидарда ештеме жоқ, пультті басу керек, я? Сонда не шықты? Қандай жол белгісі шықты? Тоқтауға болмайды, тыйым салынады. Енді адамдарға жүруге болмайды. Өте жақсы. Енді ары қарай қайсысын басқан жоқсыз? Кітапты бастыңыз, теледидарды қостыңыз. Енді не қалды? Не қалды? Сіз істеп болдыңыз ба? Есік дейді, дұрыс айтасыз. Есікті бастыңыз. Не шығады балалар? Енді осы шыққан жол белгілердің барлығы алғаш рет қай қалада? Қай қалада? Алғаш рет қолданылды. Жауабын жазасыз есікте. Жарайсыз. Тапсырманы дұрыс орындады. Ал оқушылар, сабақ сіздерге ұнады ма? Өз ойыңызды білдіріп кетсеңіз келіңіз. Сабақ несімен ұнады? Маған сабақ Не істедіңіз бүгінгі сабақта? Нәзеке? Біз аялдамаларға тоқтадық. Аялдамада тапсырмалар оқыдық. Сосын үшінші аялдамада біткен соң Мұхаммadi Мақатаевтың мұражайына келдік. Жақсы. Қарқат, сіз? Сабақтан жол ережелерін түсіндім және жолда абаймен жүру керегі және Ал оқушылар, үйге тапсырма алып болсаңыздар, сабағымыз аяқталды.